Тас бауыр. Желдің ұйтқуы денені шымырлатады. Бұрын сонды болмаған үскірік аяз. Қардың үстіндегі етігімен жүгірген адамның еш аяқ ізі білінбейді. Тек сықырлаған сырт-сырт естілген дыбыс естіледі. Бұндай аязды күні жұмсақ қардың өзі қатып қалады. Қаһарлы қыс бұл үйдің ішіндегі адамдарды аямады. Мүмкін суықтан ба, әлде адамның мінезінен болар. Тағдыр бұл отбасыға сынақ бергендей дірдектетіп, бір бөлмелі жазғы сарайда 3 ағайынды бүрістіріп қойды. Біреуі арбаға танулы. Бұл қалай болғаны? Ата-анасы қайда кеткен? Мұншама қараусыз қалғандары несі деген ойда боларсың. Өмірдің қаталдылығы жетімдер сынаққа түсірді. Қазір арбаға танулы сағыныш ол кезде әлі кішкентай, 5 жаста болатын. Бір күні балалармен асыр салып ойнап жүргенінде үйдің ауласында қағылған қазыққа сүрініп құлап, аяғы сындырып алған. Ал ата-анасы ауруханаға да апармаған еді. Содан бері осы арбада отырғанына 12 жыл. Тасбауыр аналары осыдан 4 жыл бұрын әкесі қайтыс болған соң басқа ер адамға тұрмысқа шығып кетіп қалған. Балаларға пана болатын мейірімді адам кездеспеді. Сағыныштың мүгедекке алатын зейнетақысына қызыққан туысқан ағасы мен жеңгесі қамқорлық қалғандай болып асырап алып, 1 жылға жетпей үйлерінде тұрғызбай қуып жіберді. Сағыныштың туу туралы куәлігі мен мүгедектің жәрдемақысының ақшасы түсетін банк карточкасын алып қойды. Қазіргі таңда бұл жетімдердің жалғыз асыраушысы үлкендері Қарлығаш еді. Ол күні-түні демей жұмыс іздеп кетеді. Жасы 25-тен асып кетсе де, тұрмысқа шықпай, өзін емес артындағы бауырларын қамын ойлап, күндіз-түні жұмыс істеп, бауырларын асырап жүр. Таңнан қара кешке дейін жұмыс іздеп, кейде үй көрмей кетеді. Сағыныштан кейінгі інісі Асқар 8 сыныпта оқиды. Одан кішілеу Айым 3 сынып оқиды. Өзі үйдің суықтығынан жиі ауырып қалады. Бөлмені жайлаған меңіреу үнсіздікке тек қана балалардың күрек-күрек жөтелген ғана тіршілік бар сезіледі. Осы сарайдың иесі анда-санда қиқылдап үй ақысын сұрап келетін. Кейінгі кездері жағдайларын түзегендей келмейтін болды. Бұл отбасы Астана қаласына осыдан 10 жыл бұрын ата-анасымен көшіп келген. Қандай бақытты кездер болатын. Ағылшын мамандығын бойынша колледжге оқып жүрген Қарлығаш әкесінің жағдайына байланысты оқуын аяқтай алмай қалды. Қарлығаш анасынан гөрі әкесін қатты жақсы көретін еді. Аналары суықтау болатын. Балаларына дұрыс қарамайтын. Әкелері құрылыста жұмыс істеп, бала шағасын асырап жүрді. Құрылыста жүргенде аяқ астынан этаж үйді салып жатқанда сақтандыру жібі үзіліп кетіп, қатты жарақаттанып, ауруханада 5 ай төсек тартып жатып қалып қайтыс болды. Әкелерінің жылын бермей жатып, анасы тұрмысқа шығып кетті. Мүмкін 4 баласының ертеңгі болашағын ойламай, өз бақытын тауып, осы ауыртпалықтан құтылғысы келген болар. Тағдырдың қандай сынағы болсын, ауыртпалығын көтеріп бауырларына, ананың орнына ана, әкенің орнына әке болған қайсар жан Қарлығаш отбасындағы ауыр жүкті өзі көтеріп жүрді. Күн көрістің қамымен талай жерде жұмыс істеді. Мекемелерде еден жуушы болып жұмыс істеді. Талай рет жетімдер үйінен адамдар келгенде өзінің бауырларымды асырауға қауқарым жетеді деп тырмысып бермей қалды. Бір күн аш, бір күн тоқ дегендей, бір тілім нан таба алмай қалатын күндері де болды. Қайырымды көршілері жиі көмектесіп, тамақтандырып тұрды. Таң атысымен Қарлығаш мына үйдің суығынан балалар тоңып қалар деп, қолындағы азғантай 2000 теңгеге ақшамен көмір сататын жерге келді. Базарда тұрған саудагерлер сияқты айқайлаған дауыстар шығып жатты. Көмір алыңыздар, Марқыстың көмірі, Шұбаркөл, Екібастұздың көмірі деп жан-жақтан естіледі.
Қарлығаш көмір сатушының біреуінің алдына келді. Ағай, көміріңіздің бағасы қанша? Неше теңге тұрады? 1 тонна көмір 15.000 теңге. Қаппен алсан 3.000 теңге. Үстісіне көмірдің бағасын көбейтіп тұр. Мұншама бағаны қайдан аласыздар? Алмастан алмай-ақ қой, қарындасым. Бәрі осы баға, дейді сатушы. Шынымен де көмірдің бағасы шарықтап кеткен. Амалсыздан қолдағы ақшасына жететіндей бағаға сатып алды. Жаяулап Астана көшесінде келе жатып, парктың жанына келіп демалып алайын деп орындыққа отырады. Сол жерден ерлі-зайыпты адамдар жүр. Біреудің қолында кішкентай 2-3 жастағы сәби бар. Бұрыннан танитын адамдай көрінді. Қарлығаш қасына жақындап барды. Өйткені ол өзінің анасы болатын. Анашым, анам менің, сізді сағындық, неге бізді тастап кеттің? Қайтшы үйге, десе де, әйел бұрылмай қолдағы баласын жетектеп жолдасына жүріп кеттік дегенде ишара жасады. Жолдасы Қарлығашты танып қойды. Бұл сені үлкен қызын, Қарлығаш емес пе? Неге сөйлеспедің? Ондай балам жоқ. Өткен өмірімен өмір сүргім келмейді. Анашым, жануар екеш, жануарды өз баласын тастамайды. Бұныңыз қалай, деп көзінен жас ағызып айғайлап айтса да анасы естімегендей болды. Осы сәтте суық үйге жылулық кіргендей көрші Айман тәте кіріп келді. Айман тәте суық бөлмеде жатқан 3 жетімектің бүрсең қағап, жыртық-жыртық көрпелерді жамылып жылу беретіндей бір-біріне тығылып отырған балаларды көріп аяп кетті. Айман тәте өте мейірімді жан. Жолдасы 15 күн уақытыға кеткенде осы балаларға ыстық тамақ пісіріп әкеледі. Тамағы сондай дәмді, ана деген осындай болу керек шығар. Өзінің 2 баласымен бұларды тең көреді. Бұл балаларға өзі баласындай қарайды. Өзі де жастай ата-анасынан айырылған, бірақ асырап баққан ата жерден мейірімділік көрген. Айман тәте жиі келе алмайды. Күйеуі 15 күн вахталық жұмысқа кеткенде ғана осы үйге бас сұғып тұрады. Әйтпесе күйеуі білсе, сен неге осыларды аяп жүресің, осыларды мүсіркей берсең басына шығып кетеді. Одан да өзінің 2 баланы қара деп ұрсып көгала қойды, ұрсып тастайтын. Айман тәте жолдасы кеткен соң балалардың жағдайын білуге келді. Балалардың күрк-күрк жөтелгенін естіп аяп кетті. Ыстық тамақ пісіріп әкеледі. Балаларым-ау, мына суық үйде қалай жатырсыңдар? Әпкелерің қайда? Қарлығаш әпке бүгін көмір әкелем деп кеткен, деді тоңғаннан балалар дір-дір етіп сөйледі. Сол уақытта есік ашылып, Қарлығаш орта қап көмірмен келді. Алақа, енді жылынатын болдық қой, ура, ура, деп бала көңілімен қуанып. Айман тәте келгеніңіз қандай жақсы болды. Үйде ішетін тамақ қалған жоқ, дейді. 2 күн балалар нан ғана жеп жүр. Ішетін шай да бітіп қалды. Жұт 7 ағайынды бір айналдырса шыр айналдырады дегендей, бірақ сіз үйге келіп, жебеуші періштедей қамқорлық жасап жүрсіз. Бұндай жақсылықты анам да жасамас болар. Қой, қайдағы. Адамдар бір-біріне көмектеспесе, несіне адам болып жүр? Бұл сендерге тағдырдың сынағы. Көмірді жақпай біздің үйге келіңдер. Жолдасым жұмысқа кеткен. 10-15 күннен кейін келіп қалар. Жылы үйде жақсылап демалыңдар, сабаққа да қалмай барасыңдар. 4-еуі де Айман тәтенің үйіне келді. Жылы үйдің аурасы бөлек дегендей. Жылы үйден Сағыныш, Асқар, Айым жөтелдерінен айыққандай болды. Асқар мен Айым сабақтарына барып жүрді. Қарлығаш істеп жүрген жұмысынан шығып кетті. Мүмкін ендігі тұратын жұмысынан көтеріліп қалармын деген ойда жүрді. Өзі компьютерді еркін меңгерген, сондықтан осы жұмысты алдын ала білмеді. Мектепте компьютерді жақсы білетін адам керек деген соң барған. Директордың хатшысы болып жұмысқа кірісті. Бақытжан директор ханым орысша мінезді, қазақи тәрбие көрген Қарлығашты бір көргеннен ұнатпады. Қарлығаштың жазу онша емес, күндегі қайталанатын сөз.
мақұлық жазуын қиқы-жиқы интернеттен шығарып бергенге мәзсің. Бар кетші, үйінде неге отырмайсың деген сөзден күнде әбден шаршаса да бауырларын асырау үшін шыдады. Екінші айдың ортасына үстіне хат шалды. Қарлығаш оған үндеген жоқ. Оның ендігі айдан бастап тәрбиешінің көмекші ретінде жұмысқа алатын болды. Оған да көнді. Айдың аяғына дейін хатшы болып жұмыс істеді. Екінші айдан бастап тәрбиешінің көмекші ретінде жұмысқа алынды. Түнде еден жуушысы болып басқа жерде де орналасып алды. Үйдің қарасын көрмей кетті. Үйіне анда-санда келетін. Қыста қаһарын төгіп тұрды. Көктем де келмей қойды. Алдыңғы айда, осы айда Астанадағы сарайдың иесі ақша сұрап келмеген. Аяқ астан аласұрып келді. Бұрынғыдай емес, жағдайлары түзелген, жазғы сарайдың іші жылы, тамақтары тоқ, киімдеріне де ақша жетіп жүрді. Екі бала сабақтарынан қалмай күнде баратын болды. Сағыныш, Асқар, Айым алаңсыз үйде болатын. Түн болып төсектерін салып ұйықтайын деп жатқан сол кезде есік дүңкілдетіп қоймай қойды. Бұл кім? Деді Асқар. Осы үйдің иесімін, есікті ашшы деген соң есікті ашқан. Тура осы үйдің иесі жау тигенде. Алдыңғы айдың осы айдың ақшалары қайда деп дүңкілдеп ұрса бастады. Сағыныш төсекте жатқан болатын. Ұйқысынан оянып, еңбектеп қалтасынан 20 мың теңгені шығарып, үй иесінің алдына барып, қолымызда осы ақша, осыны ала тұрыңыз, кейін тағы беріп қалармыз. Осы ақшамен алдамақсыңдар ма? Тапқан екенсіңдер, ақымақтар деп Сағыныш берген ақшаны қалтасына салып алды. Шығыңдар үйден, тез болыңдар деп далаға үшеуін қуып жіберді. Баратын жерлері жоқ. Қарлығаш болса күні-түні жұмыста, не балалардың ұялы телефондары жоқ хабарласатын. 7 қат қара түнде қуылды. Жаны ашитын Айман тәте болса, отбасымен ауылдағы туыстарына кеткен. Басқа қайырым берер жанашыр көрші таппайсың. Түннің суықтығы ызғырлық шашып, құйқаны шымырлатады. Көрші маңайдың есік терезелерін қағып көрді. Ешкім ашқысы келмеді. Не керек сендерге? Өзімізде жалдамалы пәтерде тұрамыз деп кіргізбей есіктен шығарды. Бүрсейіп үшеуі бір бұрышта отыра қалды. Қайда барады? Не істейді? Қыстың соңғы айы бұл балаларды өздерімен ана дүниеге алып кетерін кім ойлаған? Адамдардың осындай тасбауырлығынан жапа шегіп бір-бірін құшақтаған күйі үсіп қалып, о дүниеге кете барды. Таң атқанда ел оянып, жұмыстарына бара жатқанда, 3 жетімнің үсіген денесін көреді. Өздерінің үйлерінен кіргізбеген күнәсі екенін мойындамайды. Тек қана өз қарабастарын ойлаған көршілер Қарлығашты 3 бауырының өліміне кінәлі деп көп жылға соттатып жібереді.